Қайқа бару керек айтсыңдаршы. А? Болды, бәрін келіңдерші, осы жол бәріміз бір жиналайықшы. Өмір жиналамыз дейміз дос, мен ғана келем, сен ғана келесің. Сөйтіп жиналайық бәріміз. Қойш, 10 мыңнан жинап отырсыңдар ма? Бопты, уайымдамаңдар, ақшам бір нәрсе қылып табам, мен атам бай ғой. Атамды бір-екі рет айналдырып жіберемін да, қазір ақшасын бәрін. Ойнамаңдар, жіктер. Ата береді, смело. Ана жұмыстарды істеп жіктер. Кішкене серьезно қарайық, Аха, давайте қазір кесеміз. Қалайсыз ата? Жұмыстармен сен бір сөйлемге сыймайтын нәрсе ғой. Бір жаққа барайын деп өтсің. Бір қазір группаластармен конкретно жұмыс шығып тұр ата. Ашытамыз. Жақсы кезгенде, қыдырған жақсы ғой. Дұрыс айтасыз. Мысалы біз қыдыра алмаймыз. Апаң. Ата? Жоқ, жан жақта тұрамыз деген. Бәсе, солай айтсаңшы. Не ғой, ата, сізден бір нәрсе сұрайын деп едім осы. Қанша теңге? Не болды сразу қанша теңге деп? Енді сенің әңгімен өз бір нәрседен басталады. Жоқ, теңге емес. Осы жолдар ғой, $50 керек болып тұр ата. $50? Теңге емес та. Мақсат былай істейік. Мен саған балық емес, қармақ берейін. Балық несі ата? Бұл метафора. Мұнда бер қылыш. Не көріп тұрсың? Ата, помидор мен қиярларға ауылдан келген. Бұл байлық. Ата, қойыңызшы, тағы да метафора ма? Метафора емес, бұл біздің барлығымыздың байлығымыз, түсінесің ба? Кішкене еңбек етсің, қойнынан төгілейін деп тұр. Несі байлық бұның, несі байлық? Сен ана Бақтыбай көкеңді білесің? Білемін. Сол осының бәрін өсіріп, базарға апарып салып байып жатыр. Қалғанын бізге әкеп беріп қуантып. Ата, менде ондай уақыт жоқ, бұны өсіріп, бұны қарайды, маған ақша дәл қазір керек болып тұр. Ақша керек болса, міне помидор. Міне, артығын мынаның ішіне қойды, ананың мына сарайдың іші толған помидор. Базарға апарда сатта ақшасын алмайсың ба? Маған диванды жатып, ақша кел дейсің. Мен саған. Ачуын, сатса боламын. Мен саған айттым ғой, сатып ақшасын ал. Тағы метафора болып кетсіз ғой? Метафора емес, бұл заңдылық. Еңбек етсең, ермей, тояды қарның тіленбей. Пап, мен кішкентай бала емеспін. Мен мына жақта қалмаймын. Мен Америкаға кетемін. Ол жақта былай болмайды. Пап, мен кішкентай бала емеспін. Мен Америкаға кетемін. Құрсын сол жаққа барып көрем. Бісміллә. Біз не деймін? Натур, түсінбеймін. Саток келді, саток кеп беремін. Не қылдың? Ауылдан. Здорово, Макс! Здорово! Как ты? Нормально, ты как? Пойдет. Слушай, Фарика не видел? Нет, зачем он тебе? Че, плов-на рецепт хочешь спросить, да? Ха-ха. Нет, договорились с ним, что помидоры у него куплю. Что за помидоры? Да, обычные помидоры. Мы же банки закрываем. Юрка! Юрка, ты не хочешь мои помидоры купить, а? Нет, я же с Фариком договорился, что у него куплю. А за сколько он тебе продает? Ну, за 100 тенге килограмм. Мои возьми за 100 тенге. Брат, я так не могу. Я человек чести, тем более ему пообещал. Это будет как-то некрасиво. Для меня деньги вообще... 70. Договорились. Кім? Пап, қалайсыз? Кел отыр. Шахмат ойнайықшы. Жоқ, ойнамаймын. Сізбен сөйлесу керек болып тұр. Айт, не туралы? Америка жайлы. Мен де сенімен сол Америка туралы сөйлесейін деп едім. Да? Мен сені Америкада бекер оқыттым ба? Сен алған біліміңді жақсы бір жерде пайдаланғың келіп тұр. Сен өзіңді көрсететін уақыт келді. Қай сонда? Бүгін бізге инвестор келеді. Аудармашы ауырып қалды. Сен ағылшын білесің ғой. Мен айтқан сөздерін бәрін аударып берсең, мынандай керемет контрактқа қол қойын деп тұрмыз. Түсіндім.
Ал өзің не туралы сөйлесейін деп ең? Жоқ, менікі. Жай ештеңе менікі. Рахмет, Макс, выручил. Блин. Ё-моё, все еще не хватает. В смысле? Я ждал, как мы и договаривались. Да, нет, это мне не хватает. А, как говорится, ақша ешқашан жетпейді. Юрка, родной, дорогой, ты это еще помидоры купить не хочешь у меня? А что, у вас еще есть? Да, у нас много. Тогда, может, я у тебя все возьму? Давай. Договорились? О, все. Ты это здесь жди, хорошо? Хорошо. Я сейчас принесу. Хорошо, хорошо. Бәрібір ешкім жеп жүрген жоқ қой. Слушай, не мое дело, конечно, но у вас у самих-то помидоры остались. Да, брат, мы же это только лишнее продаем. А, ну, молодцы тогда. Спасибо, Макс, выручил. Да, не за что, брат. Все, ладно, я пошел. Давай. Пап, что-то мына кісілер кешігіп жатқан сияқты ғой. Қазақтар емес па? Вот қазақтар кешігіп келеді. Енді біз өз офисімізде жүрміз ғой. Немене қарап отырсың? Да, Наруто ғой. Өй, сен де бір бала сияқты мультфильм көріп. Пап, бұл мультик емес, бұл да үлкен философия жатыр. Ай, оны амина қайт. Ол да тоқтат, басты қатырмай. Қазір менің айтқанымды сөзбе-сөз аударатын бол. Бұл бизнес, нақтылық керек. Ал бизнестің тілі бұл астарлы тіл, метафора. Сондықтан да менің сөзіме сөз қоспай, нақ-нақ аударатын бол. Түсіндің бе? Түсінгенде просто ағылшын мен қазақша екеуі екі түрлі нәрсе. Нақ-нақ сөз қоспай аударатын бол. О, ассалаумағалейкум, міне. Келіңіз. Hi. Хош келдіңіз. Hi. My name is Arman. Matai. Hi. Жаласы Әнірұлы. Take a seat, please. Thank you. Take a seat, please. Бірлетіңіз. Алыстан ат терлетіп келдіңіз. Жайғасып отырыңыз. Аудар. Hold on. You come from far on a sweating horse. Far sweating horse. Maybe with a metal flying horse. Yes, yes. Ұялмай сұрай беріңіз. Не керек? Шай, пәй, кофе, мофе, тамақ дегендей аудар. Would you like TC, coffee, movie, food, mood? Coffee. That's coffee. Бізде жыламаған балаға емшек жоқ дейді. Аудар. Нені? Аудар деймін. Baby, boobies, milk. No. Let's talk about business. Пап, көп сөзді қойып, жұмыс жайлы кірсек дейді. Ой, бәрекелді. Міне, маған ұнайды, іскер адам. Келісем. Көп сөз, боқ сөз. Аудар. Пап, мынау... Аудар деймін. Many words are shitting word. Okay. I think this is it. Thank you very much for your time, but I don't think that we can do business. I'm sorry. And I'm not going. Біз бірдеңені дұрыс айтпаған сияқтымыз. Немене, ренжіп кетіп бара жатыр ма? Ей, дұрыс аудардың ба сен маған? Is that Naruto? Yes? Oh, I love Naruto. You like Naruto? Yes? Oh, I've been living in Japan and I went to every cosplay. I have a costume of Naruto. It's really nice. Cool. If we can make this work, yes. I invite you to come to Japan. Really? And I'll buy a costume for you and for you too. And we go to Naruto's event. Yes. Окей. Все, пап, бәрі жақсы. Thank you, man, for doing business together. Really great. So it will take us about a month to prepare everything, Okay. and then we can continue the business. Good. So, thank you very much. Yes. Иә. Naruto, eh? Okay. Bye. Ал, жолыңыз болсын. Иә. Арман-ау, не дейді? Дұрыс болды ма бәрі? Да, нормально все. Америкада оқыған көмектесің бе өзіңе?
Наруто көмектесті. Әй, не болса болсын, айналайын. Ай, азаматсың, ай, жарайсың, ай. Қалай, не істейміз енді, барып тамақ ішейік? Ай, айтпақшы, сен маған бірдеңе айтам деп едің ғой. О, не важно. Ай, жарайсың. Молодец. Мақсат, қайда шықтың? Группаластармен кездесейін деп отырмын, апа. Кездесуіңнен бұрын маған ана сарайдағы помидордан әкеп берші. Помидор? Иә. Қайтесіз соны? Банк жаппаймын ба? Ойнама жата беріңіз. Мен өзім әп келіп, банкыларын жауып, әдемі істеп қоямын. Ойнамыз, Ой, қолыным-ау. Сен қашаннан бері көмектескіш болғасың, Ой, енді дұрыс қой, апа. Сіздер өмір айтасыздар ғой, еңбек ет, еңбек қор бол деп, жатасың деп ұрсасыздар ғой. Иә. Сол жасап өзім ойнамаңыз. Бар тәртіп. Кешкісін кездесуіңді қайтесің? Оған да үлгерім. Сіз басты ойнамай, аяғыңызды көтеріп қойып, жатыңыз, сарайға бармаңыз, дала суық. Жарайды, алтыным. Ақыл кірейін деген екен саған. Ақыл кіреді ғой, дұрыс қой. Құлыншағым-ау. Юрко, Салам, Макс. брат, помнишь, ты же говорил, что вы соленье продаете? Да. Вот, брат, я хочу купить у тебя. Давай, без проблем. Банка 1000 тенге. Қумаш, брат, қаяқтың 1000-сы? Мен саған 70 теңгеге саттым ғой бәрін. Банка, крышка, это все деньги, закрутка. Родной, подешевле нельзя, что ли? Не, прости, дружок, не получится. Ой, жарайды, әкел. Мынау жынды болып штаба жасап қойдым. Неге бесеуақ? Ауылдан келген помидорлардың барлығын менің көз мөлшерімменен бір 10 банк шығу керек болатын. Ой, білмеймін, осылай шықты. Онда қой, мен сарайға барып көріп келем. Ой, апа, бұл пранк қой, пранк, сіз алдандыңыз. Ан жаққа бармаңыз, мен өзім жасап қоямын, ан жақта көп помидор әлі. Баршы, жасасын, жаса. Юрка, тағы банка керек болып отыр, еще надо. У вас что там, кудалок идет, что ли? Тип того бір нәрсе болып отыр. Родной, 5 банка керек. Сосын по-братски, родной, қарызға бере тұршы, мен саған бәрін қайтарамын, отвечай. Все-таки самовар чай вкуснее. Қумаш, родной, қаяқтың самовар, чай берші, банкаларын берші, бәрін қайтарамын, жігіт айтам. Брат, ну ты интересный. У меня отец за всем следит. Он каждую банку считает. Были бы свои, я бы тебе отдал. За 800. Как насчет бартера, Все-таки коза эта тема. Міне, бәрін алып келдім. Жасап келдім, ютубтан қарап өзім. Ой, алтыным. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ақылдым менің. Ақшаң бар ма? Ақша бар, ойнамаңыз. Ақша жоқ, апа. Ақша жоқ. Саған ақша берем. Сөйтіңізші. Немене, мақсатқа ақша беріп жатсың ба не? Мақсат мынаның барлығын жасап алып кетті. Рас па? Иә, құлыншағым. Ой, мақсат сен. Ой, азамат менікі. Ау, жаным. Сен менің ақым тыңдай бастапсың ба? Мені көрдің бе еңбек деген? Иә. Бәрекем ау саған. Ой, ата керек емес. Керек емес, ата. Мен бұның бәрін ақша үшін істеп жатыр деп ойлайсыздар ма, ата? Мен бұның бәрін сіздер үшін рахмет. Бапты, мен барайын. Алла разы болсын сіздерге. Рахмет. Иә. Айжан, сіз әлі қайтпағасыз ба? Иә, сол таксикте отырмын. Жүріңіз. Мен сізді барып жүрейін. Жоқ, рахмет. Енді сіздің статусыңыз бар, адамдар көреді. Субординация деген болу керек қой. Жоқ, ештеңе етпейді, жүріңіз. Арман Жалғасович. Жақсы онда. Жарайды. С народа көресіз бе? Жоқ, мен братишкам телефоны ғой негізі. Енді братишканың вкусы ерекше екен. Мен де народының фанаткасымын. Да? Негізі братишкама мен айтқам. Былай, негізі мен де көрім. Серьезно? Иә. Қай сериядасыз? 92-де? Ары қарай не болатынын айтып берейін бе?
А такси? Такси... Отмен жасап тастадым. Жақсы. Ай, Мақсат, екеумізді таң алдырды ғой. Өстіп адам қыламыз. Бүгін помидор жабам ба дегем, ақыры қияр жабатын болдым. Көмектесейін ба? Я, ана сарайдан қиярларды алып кеш. Қазір. Ей, қияр жоқ қой. Жоқ емес. Онда бар ғой. Ой, жаңа мен барып қарап келдім ғой, жоқ қияр. Ой, сен есің ауысқан ба, қияр бар. Ей, бардым мен қазір, қарадым, жоқ қияр. Айналайын-ау, күндіз ғана мен оны көрдім ғой. Ассалаумалейкум, Аксакал. Ой, уағалейкум ассалам. Здравствуйте. Я дверь вашу принес, спасибо большое, пригодилось. Рахмет. Так это ж... Это ж мои банки. Вы что ли их купили? А я думаю, как мой Болтус так быстро все распродал-то? Пробовали, вкусно? Так это твои банки? Ну да. Вон, крышки, видите? Сам лично их на базаре покупал.